Алла тағаладан қайта сұрай берген ұят емес пе? Әрқашан Аллах тағаламен байланыста болған қалай деген Аллах тағала. Батаның ар жағында ол дұға жатыр ғой, жаңағыдай. Дұға жатыр, иә. Бата деген сөздің өзі алға қарасақ, фатиха деген сөзден шыққан. Фатиха ол дұғаның үлкен бір ұлысы. Бұны ғалымдар негізі әмбебап дұға деп айтқанда, универсал дұға, бұл дүниеде де бұны айтып жүрген адам бақытты болады, ахиретте де бақытты болады деген бір дұғасы бар. Мен бұл әлемде дейді жалпы Алламен байланыста ең кішіпейіл болған, өзінің мұқтаждығын білдірген пайғамбардан артық адамды білмеймін дейді екен да. Бірақ бұл әлемде дәрежесі жағынан ең жоғары тағы да сол пайғамбардан саллаллаху алейхи вассаламнан артық адамды білмеймін дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын. Алла тағалаға мақтаулар, ардақты пайғамбарымызға салауаттар болсын. Бүгін рухани әңгіме, екінші подкаст. Бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы қаласы Алатау ауданы Ал-Азим мешітінің имамы Қалкөзұлы Азиз имамды шақырып отырмыз. Азиз имам, қош келдіңіз. Бүгінгі жалпы подкастымыздың тақырыбы дұға мұсылманның қорғаны деген тақырыпқа арнап отырмыз. Расымен де дұға ету мұсылманның өмірінде өте маңызды амалдардың бірі. Алла тағала қасиетті Құранда «Удғуни астаджиб лакум», маған дұға етіңдер, мен сендерге жауап беремін дейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, ад-дұғау хуал ибада, дұға дегеніміз ол ғибадат деп айтқан екен. Осы дұға тақырыбы барысында әңгімемізді өрбітсек, құрметті Азиз имам, енді сізді бір жағынан блогер имам ретінде танимыз. Сіздің уағыздарыңыз ерекше деп айтып жатады. Көбінесе жаңада айтып та, амалмен көрсетіп те, отбасы әдептерін бір әдемі көрсеткеніңіз бар, иә. Жаңадай видеоларыңыздан көз шалып қалып жатамыз, риза болып жатамыз арасында. Алла береке жақсылығын берсін. Ең алдымен осы кіріспе тақырып ретінде жалпы дұғаның мағынасы, оның маңызы жөнінде тоқталып өтейік иншалла. Алхамдулилля, Алла берекет берсін, Алла разы болсын осы шақырып жатқандарыңызға. Жалпы дұға дегеніміз сұрау, тілеу, жалбарыну деген сияқты мағыналарды береді ғой. Енді бір қысқаша айтатын болсақ, қысқаша бір түсіндірме беретін болсақ, шақыру деген нәрсені айтқым келеді. Шақыру, өзіңнің мұқтаждығыңды сезіне отырып шақыру. Сосын жаңа көп дұғаларды қарасаңыз, Раббым деп бастап жатады. Жалпы дұғаның мағынасын шақыру деп алатын болсақ, кімді шақыратыныңды білдіру үшін, кімге айтатыныңды сездіру үшін Раббым деп бастап жатамыз да. Мағынасын осылай. Сосын Раббым деп айтамыз да, содан кейін өзіміздің қажеттілігімізді, біреуге адал ырзық, пайдалы білім, қажеттіліктің барлығы бар арай. Соның барлығын айту үшін өзің мұқтаж екендігіңді білдіре отырып, Раббым деп алып шақыру. Бұл айтқан кезде дұғаның мағынасын шақыру деп айтсақ, өте керемет шығар иншалла. Жаңа Алла тағала айтып отыр, «Удғуни» деп. Яғни менен тілеңдер деп жатыр ғой. Мынандай бір мысалмен түсіндірсек болады екен де, мысалға бір үлкен басшы адам бір мәселе болса, болды, өзімнің алдыма келші, жеке өзің десе, жаңағыдай біз қалай болып қаламыз? Бір нәрсе болса, анаған сенім артамыз, ананың есігі маған ашық деген сияқты. Былайша айтқан кезде Алла тағала дұғаның есігін ашып тұрған сияқты, «Удғуни», менен сұраңдар, астаджиб лакум, мен сендерге жауап беремін. Жаңағыдай дұға дегеніміз ол ғибадат дедік қой. Осы аяттың жалғасында Алла тағала айтады ғой, «Инналлазина ястакбируна ан ибадати» деп айтатыны бар да, маған ғибадат етуден тәкаппарлық қылатындар. Бұл жерде ғалымдар ғибадат етуден дегенді дұға етуден деп түсіндірген екен де. Неге? Өйткені оның алдында Алла тағала айтып тұр ғой, маған дұға етіңдер, мен жауап беремін. Ал енді маған дұға етуден тәкаппарлық қылғандар деген сияқты, көрдіңіз бе? Яғни дұға етудің өзі ғибадат қой. Енді мынандай нәрсе болуы мүмкін де адам баласында. Алла тағаладан мен сұрасам қайта сұрай берген ұят емес пе деген сияқты ғой жаңағы. Бір жағынан пенде егер де қолын көтеріп Алладан сұрайтын болса, Алла тағала дұғасын қабыл етпей түсіртуден пендесінен ұялады дейді екен де. Қараңыз қандай. Және де мынандай бір әдемі даналық сөз бар. Енді ол араб тілінде көбінесе айтылып жатады. Мағынасы
адамдардан сұрасаң адамдар ренжиді дейді екен да. Бірақ Алладан сұрасаң Алла керісінше қуанады дейді. Яғни риза болады Алла тағала біз сұрау арқылы. Тіпті аяқ киімнің баулары қажет болса да онда Алладан сұраңдар деп келеді ғой хадисте. Сол үшін жалпы енді айтайын дегенім, мұсылман адам әрдайым өмірде Алла тағаладан тілеп, дұға етіп жүру өте маңызды амал екен да, жаңағыдай. Әрдайым сіздің Алламен байланыстырып жүру, өйткені өзінің күшіне ғана сенбеу. Яғни бірінші Алладан сұрау, одан кейін барып әрекет ету деген сияқты үлкен маңызды амал ғой, Машалла. Жалпы өзі енді Думан ұстаз, мынау Аллах тағала о баста білеміз барлығымыз. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды шақырып 50 уақыт намазды фарз еткен ғой. Осыны түсіндірген кезде ғалымдар оны 5 уақытқа түсіріп берген деген бір ұзақ ғибратты оқиға бар ғой. Бірақ сауап тұрғысынан сол 50 уақыт. 50 уақытты 5 уақыт кім оқыса 50 уақыттың сауабын жазамын деген. Сол неге 50 уақыт деген даналық жатыр бұл жерде дейтін болса, соны ғалымдар былай деп түсіндіреді екен. Әрқашан Аллах тағаламен байланыста болғанын қалай деген Аллах тағала. 5 уақыт қылып түсіріп берді, бірақ әрқашан ұйқыдан тұрғаннан бастап Аллах тағала өзімен байланысқан құлын жақсы көретіндіктен 50 уақыт деп белгілеген екен. Сондықтан мұсылман әрқашан дұға дегеннің негізгі көрінісі құл өзінің жаратқанының күшін сезе отырып, өзі мұқтаж екендігін сезіне отырып, әрқашан сұрау ғой. Ифтиқар деп айтады ғой, адам баласы өзінің былайша айтқан кезде Аллаға деген мұқтаждығын, өзінің сондай кіші екендігін білдірту да, жаңағыдай. Бұл жерде бір ғалымның әдемі айтқан сөзін естідім да, бір күшті айтқан енді. Мен бұл әлемде дейді жалпы Алламен байланыста ең кішіпейіл болған, өзінің мұқтаждығын білдірген пайғамбардан артық адамды білмеймін дейді екен да. Бірақ бұл әлемде дәрежесі жағынан ең жоғары тағы да сол пайғамбардан саллаллаху алейхи вассаламнан артық адамды білмеймін деген. Яғни кім-кім Алланың алдында өзінің мұқтаждығын, өзінің кішілігін білдірсе, міндетті түрде Алла тағала оның дәрежесін көтеріп қояды екен да. Сол үшін жаңағы біз жоғарыда айтып кеткен аяттарда да сонда естакбируна деп тұр ғой, тәкаппарлық қылғандар дұға етуден. Яғни ол жерде ешқандай тәкаппарлық болмау керек. Мынау Иблис пен Адам алейхиссаламның оқиғасын алып қарайтын болсақ та, екеуі де былайша айтқан кезде Алла тағаланың әміріне қарсы істі жасады. Бірақ екеуінің айырмашылығы, Иблис ол тәкаппарланды, сөйтіп лағнетке ұшырады. Бірақ Адам пайғамбар өзінің кішілігін, өзінің құл екендігін көрсетті, дұға етті, кешірім сұрады, Алла тағала тәубесін қабыл етті да, жаңағыдай. Сол үшін Алланың алдында мұқтаждығымызды білдіру. Өйткені адам баласы өзі әлсіз етіп жаратылған дейді ғой, яғни. Әлсіз етіліп жаратылғанның бір хикметі де ол күшті болған, қуатты болған, үстем болған Алланың алдында өзінің әлсіздігін білдіріп, қажетін сұрау үшін берілген екен да, ол нәрсе. Машалла. Адам демек әрқашан жаңа өзінің әлсіз екендігін білдіре отырып, Раббысының алдында ғана төмендігін білдірсе, Алла тағала дәрежесін жоғарылата беретін болып тұр ғой. Машалла. Алла берекет берсін. Енді мына бір аят бар да, қарайтын болсақ, қасиетті Құранда айтады Алла тағала: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата даин иза даан" деп келеді жаңағыдай. Егер де құлым мен жайында сұрайтын болса, мен өте жақынмын, дұға етушіге жауап беремін, егер де ол дұға ететін болса. Осы аяттың тәпсірін қарап отырып таң қалдым да, мен ана жерде енді керемет берген екен. Шынымен бір ғана аят, сөз қарапайым былай. Бірақ егер де тәпсірін қарайтын болсақ, шынымен де мына дұғаның маңыздылығын ұғындыратын сияқты, маңыздығын. Бұл аят өзі жаңадай Құрандағы Бақара сүресіндегі ораза аяттарының ортасында келген аят екен да, жаңағыдай. Неге бұлай келген деген кезде, бұл жағынан қарайтын болсақ, бұл ораза дұғаның қабыл болатын уақыты ғой, сондай берекелі уақыт. Мысалға, ораза ұстаушының ауызашар кезіндегі дұғасы қабыл деп келетін хадистер бар.
Екінші жағынан, екінші мағынасы, дұға етердің алдында бір жақсылық амал істеу да. Ол жерде ауызашар кезіндегі қабыл болуында хикметі күні бойы ол Алланың разылығы үшін деп аш жүреді ғой. Яғни ізгілік амал жасайды, ықылас танытады. Сол себепті амалдан кейінгі жаңағыдай оның дұғасы қабыл болып тұр да. Сол үшін бір дұғамыз қабыл болсын десек, оның алдында бір ізгілік амал жасап алу өте маңызды екен да жаңағыдай. Екінші бір жаңағыдай осы нені оқып отырып қарасақ, ва иза саалака ибади анни фа инни қариб деді ғой, мен жақынмын. Негізінде мына Құранның методикасына өзі келетін болсақ, өзі Алла тағала көбінесе азимаме жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сенен бір нәрсені сұрайды деп айтады. Одан құл деген сөзді айтып жатады көп жағдайда. Иә. Ясалунака анир рух, қулир руху мин амри робби деген сияқты. Олар сенен рух жайында сұрайды. Рух ол Алланың әмірінен деген сияқты. Ясалунака анис саа қул иннама илмуха индалла. Сенен қиямет жайында сұрайды. Айт, оның білім Алланың құзырында деген сияқты осындай аяттар бар. Бірақ бұл жерде құл дегенді айтпаған дейді. Неге? Яғни Алла тағала жауап беремін, өзінің жақындығын білдіріп. Жаңада таң қалдым деп жатыр, мына нәрсе ерекше таң қалдырды да. Не деп жатыр Алла тағала? Дұға етушіге жауап беремін, егер дұға ететін болса дейді, қараңыз. Уджибу да'вата да'ин иза да'ан. Яғни Алла тағала бірінші жауап беремін деп, одан кейін дұға ететін болса дегенді айтып тұр екен да, қараңызшы. Яғни Алла тағала сондай жаңағыдай құлына бірден жауап беретіндігін осылай аятта білдіріп тұр екен. Кейін иза да'ан деген нәрсені тәпсірде бұл әрдайым дұға етіп жүруді білдіреді деген екен дейді. Неге? Өйткені мынау иза деген бар, ин деген бар. Екеуі де енді былай қазақша аударған кезде егер деген сөз ғой. Көп жағдайда иза деген көп қайталанатын амалы қатысты қолданады дейді екен. Мына жерде. Ал енді ин деген алда-санда болатын амал. Мысалға дәрет туралы бар ғой Маида сүресінде. Иза қонтум илас солати фағсилу уджухакум ва айдиякум илал марафиқ деп келетін жаңағыдай намазға тұрсаңдар, жүздеріңді жуыңдар, қолдарыңды шынтақпен қосып жуыңдар деген сияқты. Неге иза деп тұр? Бұл өйткені дәрет күнделікті бірнеше рет қайталанатын амал ғой. Машалла. Көрдіңіз бе? Бірақ енді қараңыз. Ва ин кунтум джунубан. Егер де жүніп болсаңдар дегенде ин дегенді айтады дейді да, жаңа қараңыз. Яғни ол әрдайым бола бермейді адам жүніп жағдайда. Яғни иза даан деген егер дұға ететін болса дегенде осы жерде яғни көп дұға ететін болса. Біз көбінесе Алладан сұраған кезде бір рет қана сұрап қоймай, қайта сұрауымыз керек екен ғой жаңағыда. Машалла. Думан сіз өзіңіз де айттыңыз ғой, әрқашан жаңағы Аллах тағаладан көп сұраған құлын Аллах тағала жақсы көреді деген сөз айттыңыз ғой. Осы бойынша жалпы Аллах тағала өзінен сұраған құлын сүйеді деген де хабарлар бар екен да. Сұрай берген құлын қайта жаңа өзіңіз айтқандай көп ида деген сөзбен келетіндей мағынасы. Сонда Аллах тағала өзінен сұраған құлын, сұрай берген құлын, қайталап сұрай берген құлын сүйеді. Неге деген кезде құл кімнен сұрайды деген мынау жаңағы дұға дегеннің өзі шақыру болатын болса, сол шақыруда адам әртүрлі нәрселерді ойлауы мүмкін ғой. Басқа бір нәрсені сұрауы мүмкін, басқа бір заттан сұрауы мүмкін деген сияқты. Сол басқа бір заттан емес, тек жаңағы Раббана, Раббым деп сұрайтын болса, демек сол құлын Аллах тағала жақсы көреді. Демек ол Аллах тағаладан сұраған кезінде ол өзінің әлсіздігін, мұқтаждығын білдіре отырып сұрап тұр ғой Аллах тағаладан. Сондай дәрежеге түскен кезінде Аллах тағала өзі дұға жасамаса да құлдары мұқтаж емес та ол. Бірақ біз мұқтаждығымызды білдіре отырып сұрайтын болсақ, сол құлын сүйеді екен Аллах тағала иншалла. Енді андай дұға қабыл болуына қатысты имамдар арасында енді өзімізде имам болғаннан кейін көп естиміз да, мынандай болыпты, былай тілепті, былай қабыл болып кетіпті деген сияқты. Жамағаттың арасында айтып жатады. Өзімізде де күнделікті мысалдар ондай көп. Сізде енді біраз жыл болды, танимыз осы имамдық қызметте, қызметіңіз қарап сыртыңыздан сүйсініп жүреміз деген сияқты. Жалпы өмірде сондай оқиғалар бар ма? Осындай дұға етіп қабыл болды деген сияқты осындай бір басыңыздан өткен. Алхамдулилля. Енді мына Аллах тағаланың қалауымен әрқашан Аллах тағаламен байланыс қой енді.
сондай болып жүрген кезде көп сезінесің. Негізі көп кісілер дұғасының қабыл болып жатқанын сезінбеуі мүмкін, бірақ әрқашан дұғаны жасап жүретін болсаң, мынау жаңағы Аллах тағаладан әрқашан сұрап жүретін болса адам, онда көп сезінеді. Осындай оқиғалар көп болғанда негізі, енді бәрін айта беру не емес, бірақ бір қызық оқиғалардың біреуі болды. Мына қажылық кезінде, қажылықтың кезінде қайтып келіп қойғанбыз, қажылықтан қайтып келсек, заттарымыз келмей қалған. Соның ішінде бір өзіңнің бір жақсы көретін заттарың болады ғой. Енді дүниеге қызықпаймыз, тағы басқа айтып жүреміз ғой, бірақ енді бір өзім қап сол затым келу керек еді деп тұратын бір кездер болады ғой. Енді келгеннен кейін жаңағы затым келсе екен деген нәрсені, оны қосуға болмайтын шығар дұғаға, жоқ болатын шығар, Аллах тағалаға айтпағанда кімге айтамыз деген бір ой болады адамда. Сөйтіп бір сұрағаным бар. Дәл осы сұрадым, артынша жаңағы менің затым келіп тұрған бір куәсі болғаным бар да. Ішіндегі заттарымен түгел. Басқа да кісілердің заттары келді, бірақ негізі сол менің затым бірінші болып келді да. Осында бір оқиғалар болды. Және осы бір керемет оқиға болған. Өзіміз осы мешітте жүрген кезімізде бір бауырымыз болған, Латиф деген бауырымыз. Өзі ерекше жаратылған жігіт, өзі сол мешітке келуі қиындап, өзінің мықты әкесі болды, әкесі алып келіп жүрді. Әкесі дүниеден өткеннен кейін ол келуі қиындап қалды. Сөйтіп ол бізге хабарға шығып, жаңағы бір велосипед дейді ғой, сондай алып беру деген бір ниетіміз болды. Сондай болса, ол екі намазға келіп тұрамын деген өзі. Қатты намазға келгісі келеді, бірақ жүруі қиындырақ та ол кісінің. Сөйтіп өзі Рамазан айы болатын. Сол Рамазан айында өзі ол бауырымызға арнап ақша жинай бастадық, жайлап. Енді қаншама жұмыстармен айналысып жүресің, енді сөйтіп кешігіп жатты да. Сосын біраз ақша 70 мыңға жетті, әйтеуір. Анау велосипед оған 3 дөңгелекті бір солай алып беру керек болып жатқан ғой. Сосын соңғы жұмасы келді Рамазан айының. Сол кезде жаңа бауырымыз келіп, имам қалай болды, Рамазан бітіп бара жатыр деген сөз айтты. Жұма намаз болған, соңғы жұмасы Рамазан айының. Сөйтіп мен бауырымызға болып қалады, енді қысылып қалдым. Тез болып қалады, кәні міне сен Аллах тағалаға да бір дұға жасап жер, болады міне деп. Сөйтіп кетіп бір жатып қарап қалсам, ол өзі жаңағы не қылып бара жатыр екен да, Аллах тағаладан сұрайын деп намазға тұрып жатыр екен. Жұма намазынан кейін ғой. Сөйтіп мен жұмыстармен шығып кеттім. Сол жолда кетіп бара жатқан кезімде бір бауырымыз звондайды, қай жақтасың деп. Кездесетін болып, екеуміз кездесіп, кездескеннен кейін жағдай сұрасып болғаннан кейін өзі жаңағы осындай бір жігіт бар еді ғой сіздің мешітіңізде. Сол бауырымыз бар ма? Осы 2 жыл бұрын көргем сол мешіттен сол бауырымызды. Сол бауырымызға берші деп жаңағы. Қиналып келіп жүргенін көрген ғой. Сол бауырымызға берші деп жаңағы ақшасын беріп тұр ғой, $1000. Сосын велосипедке манау деппін да мен оған. Ол естімеген ол ақша жинап жатқанымызды. Велосипед емес, әйтеуір соған берші, мен зекерім деп беріп тұр да. Жаңағы сонда бірден ойыма келгені оның жаңағы риясыз Аллах тағалаға Раббысын дұға деген шақыру дейді ғой, және ол Аллах тағалаға айтып дұға етіп жатқанына қабыл болған. Сол мезетте ана бауырымыздың жүрегіне Аллах тағала салып, ол бері мешітке қарай жүріп келе жатып, екеуміз кездесіп, жаңа ақшаны беріп, соның көзінше жаңағы қоңырау шалып, қуандырып ол бауырымызды, сол көлігін алып, сол көлікпен жаңағы сөзінде тұрады да ол бауырымыз. 2 уақыт мешітке келіп жүріп, ол қанша жыл болды енді, одан кейін басқа мықты бауырымыз тағы да ол көлігін жаңартып беріп, сондай бір жақсы оқиғалар болды, машалла. Дұғаның қабыл болуына бір көзіміз жетті да сол жерде. Өмірлік мысал дейсіз ғой, Мен жақында ғана сол Нұрмарактың бір ұстазымен сөйлесіп отырмын. Енді Алматыда үлкен мәселелердің бірі ол көлік тұрағын табу ғой, жаңағы.
Қандай да бір үйдің тұрғын үйдің ауласына келсе көлік қоятын жер жоқ жаңағы. Соны енді күнде кешке жақын жұмыстан келерде, алла тағала маған дұрыс бір орын тауып бер деп сұрап келемін дейді да. Әрдайым болады дейді жаңағы. Сөйтіп кей кезде келетін кезде дұға сұраймын дейді жаңағыдай. Болды, уже сенімді орын дайын тұрған сияқты келе беремін дейді жаңағы. Бір күні баламның өзі көріп алған дейді да, мен күнде дұға ететін. Бір күні жаңағыдай келіп қалдық, орын жоқ. Әке, біз дұға етуді ұмыттық қой дейді да жаңағы. Сөйтіп айтты дейді. Расымен де ғой деген секілді жаңағы. Сондай күнделікті өмірлік мысалдар ғой. Енді адам баласы әрдайым Алла тағаланы дұға етіп жүру керек. Енді әрдайым дұға етіп жүру деген бір жағынан жиі дұға етіп жүруді білдірсе, бір жағынан өмірлік мәселелер кезінде, өйткені пенде болғаннан кейін адам бағын әлсіз дедік, сол сияқты адамға тән сипаттардың бірі адам баласы ұмытшақ қой. Тіпті адам, инсан деген сөздің өзін сол ұмытшақтықпен байланыстырып жатады, жаңағыдай тілдік тұрғыда. Біз ұмытып кетіп жатамыз. Көбінесе енді әртүрлі адамдар, бір адамдар бар, жаңағыдай қиын кезде Алла тағаланы еске алып көп сұрайды. Алла тағала оның сұрағанын беріп, тілегін қабыл еткен жағдайда кейін барлығы жақсы болып кеткеннен кейін ол дұға етуді де, Алланы зікір етуді де, шүкір етуді де басқаны ұмытып кетіп жатады ғой жаңағыдай. Немесе кейбір адамдар болады екен, қарама-қайшы. Ол жақсылық кезінде дұға етіп жүреді, бірақ басына қиындық келген кезде Алланы тастап қояды деген сияқты. Сол сияқты. Бірақ енді көбінесе көп жағдайда адам баласы сол қиналған кезде еске алып жатады ғой. Анау Құранда да аят бар ғой, теңізде дауылға тап болсаңдар, жаппай сыйынғандарың Алла болады, бірақ жағаға шығарып құтқаратын болса, онда Алланы әсте ұмытып кетесіңдер дейді да жаңағыдай. Оны бір ойшыл адам немен салыстырады ғой, енді былайша айтқан кезде, мысалға біз енді қазақ халқы болғаннан кейін өзіміз негізгі кәсібіміз мал шаруашылық, малды былай енді көп қара көздер, жалпы қазақ халқы жалпы жақсы танып жатады, өз танымасы ата-бабасы біліп жатады. Малды кішкентай қораға ұстаса, ол енді даланы аңсайды, біраз сол қорада ұстаған үйреніп қалады. Бірақ далаға шығарғаннан кейін ол жаңағыдай есіне ұстатпай кетеді ғой, қанша қуса да ұстатпайды. Бірақ қарны ашқан кезде қайтадан сол қорасына басын иіп кеп тұрады да жаңағы бал деген сияқты. Сол сияқты жалпы негізінде, бірақ адам баласы әрдайымда ол жақсылық кезде, мынау Алланы жақсылық кезде еске ал, Алла қиналғанда сен еске алады дейді екен да. Ихфазиллах ихфазка. Алланы әрдайым үнемі еске алып жүр, сонда Алла да сені еске алады деген сияқты осындай мағынадағы хадистер өте көп. Сол үшін жалпы біз пенде болғаннан кейін күнделікті дұға етіп жүру өте маңызды. Әсіресе мысалға бізде таңғы кешкі дұғалар деген бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі сондай кейбір дұғаларды бізге кеңес етіп беріп кеткен. Таңда оқитын дұғалар бар, кеште оқитын дұғалар бар. Бірақ мағынасына қарасақ не еткен керемет ана дұғалар жаңағыдай. Жалпы осы жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткен дұға, Құранда Аллах тағала үйреткен дұғаларды жалпы енді сұрай беруге рұқсат қой Аллах тағаладан, кез келген қажетіңді сұрай беруге. Алайда осы Құранда келген немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келген дұғалар бәрін қамтитыны рас. Дүниені де, ақиретті де, сенің жаңағы саған келетін зиянды да, келіп қойған зиянды кетіруге де барлығына жеткілікті деп айтады екен ғалымдар негізі осы жағынан. Сондықтан жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда біздің енді көзімізге көрінетін, көрінбейтін адам болғаннан кейін болады ғой зиян келтіретін нәрселер. Осы зиянның бәрінен қорғануға арналып тұрған енді жаңағы сіз айтқандай дұғалар. Ол негізі бізде енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді арасында көз тию бар дейді ғой. Одан сақтаныңдар дейді. Үмметімнің көбісі көз тиюден зардап шегеді дейді. Осы сияқты басқа қызғаныштан болатын, хасаттан болатын жаңағы зиян келтіретін нәрселердің, басқа жыртқыштар, жәндіктерден келетін зиян болсын, бүкіл нәрсенің зиянынан сақтану үшін негізі таңертең кешке Раббыңа шығып тұру ғой, таңғы кешкі дұғалар деген. Ол міндетті түрде керек. Көбісіміз оған қатты мән бермей жатамыз. Бірақ бұл қажет, біз оған мұқтажбыз. Аллах тағала
солай шығып тұрған, солай Раббысынан сұрап тұрған құлдарын жақсы көреді, бірақ ол мұқтаж емес та. Біз мұқтажбыз, біз сұрауымыз керек, біз қорғануымыз керек. Өзімізді ғана емес, әсіресе ер кісілер өзімен қосып бала шағасына да, кішкентай балаларына да, оқи алмайтын балалар болсын, отбасына жауапты болғандықтан бәрі үшін де ол Раббысына шығып тұру керек. Сондықтан енді пайғамбар саллаллаху алейхи солай деп ойлаймын. Ал жаңағы осы нәрселердің бәрінен аман болып, мынау жердің бетіндегі өмірімізде аман, жаңағы иманымыз толық болған күйде жаңағы Аллах тағаланың алдына аман бару үшін бұл керек. Таңғы кешкі дұғалардың маңызы негізі. Мағынасы бүкілін қамтып жіберетіні, тіпті жаңағы кейбір дұғалар сіздің шүкіршілігіңіздің бәрін өтеп жіберетін дұғалар бар. Кейбір дұғалар бүкіл күнәларыңызды кешіріп жіберетін дұғалар бар. Сол дұғаларды айтқан болсаңыз, кешке өмірден өтіп кеткен болса, біреудің жаңағы ажалы келген болса, күнәларын бәрі кешірілген күйде дүниеден өтеді. Кешке айтқан болса, таңертеңге шейін дүниеден өтсе, күнәлары бәрі кешірілген күйде. Немесе таңертең бір дұғалар бар, таңертең айтсаң, кешке шейінгі жаңағы Алла тағаланың бергенінің бәрінің рахметін айтқан болып есептеліп тұрасыз. Сол бәрін қамтиды да. Осы таңертеңгі кешкі дұғалар деген ол керек мұсылманға, міндетті түрде керек. Қорғану үшін де, шүкіршілігіңді өтеу үшін де, өмірден өтіп кетсең де алдынан үлкен сауап болып шығу үшін де. Көптеген сол таңғы кешкі дұғалар бар ғой, шынымен де көрерменге де айтатын нәрсе. Қазір енді Құдайға шүкір, мына діни басқармамыздың өзінде көптеген кітаптар шығып жатыр ғой. Намаз туралы қажет болса дұғалар болсын, жалпы мұсылманның күнделікті дұғалары болсын, кітаптардан қазір көп табуға болады. Оның ішінен еткен мағыналы дұғалар деп жаңа айтып отырмын. Мысалға мен бір дұғаны ғана айта кетсек, мынандай дұға бар екен да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткен. Бисмиллахиллази ла ядурру маасмихи шей фил арди ва ла фис сама ва хуа самиул алим деп келетін дұға. Мағынасы енді сондай, Алланың есімімен бастаймын, оның есімімен жерде де, көкте де еш нәрсе зиян бере алмайды. Ол бүкіл нәрсені естуші, бүкіл нәрсені көруші деген ғой. Кім таңда осы дұғаны айтатын болса, кешке дейін ол адамға еш нәрсе зиян бермейді деп келеді. Кім кешке айтатын болса, таңға дейін еш нәрсе ол адамға зиян бермейді деп келеді екен. Бұна екі сахаба таң намазының уақытына қатысты сөзге келіп қалады екен де. Сөзге келгенде енді таласып қалады. Біреу айтады, таң намаз кірді дейді. Біреу айтады, жоқ, таң намаз кірген жоқ дейді ғой жаңағыдай. Жоқ, валлахи кірді дейді екен де біреу. Алланың атымен ант етейін, кірді таң намаз дейді. Сонда сен қалай Алланың атымен, қалай сен сенімді болып тұрсың дейді ғой. Мен кешке бисмиллахиллази ла ядурру маасмихи шей деген дұғаны оқыған едім дейді жаңағыдай. Қазір мені маса шақты деген екен дейді жаңағы қараңыз. Яғни маса шақты ол таңға дейін еш нәрсе зиян бермейді деді ғой. Яғни түннің уақыты кетті, таң кірді деп тұр ғой. Тіпті шағатын нәрселерге шейін деп айтқан ғой пайғамбар. Сол дұғаға деген сондай сенімділік ғой. Міне осындай дұғаларды оқып жүру, таңертең жалпы күнделікті белсенділігімізге көмектесетін дұғалар бар да. Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касал деп келетін дұға мысалға. О Алла, мен өзіңнен әлсіздіктен, жалқаулықтан сақта деп сұраймын де. Яғни күні бойы сол ісімде Раббымыз алғырмаған белсенділік бер, жалқаулықтан сақта деген мағыналар да кіреді оның ішінде. Немесе радиту биллахи роббан деп келетін дұғалар. Ол дұғаны кімде-кім айтатын болса, Алла тағала ол пендесіне разы болуды өзіне міндет етті деп келеді. Осындай артықшылықтар өте көп та. Енді ол дұғалар, бірнеше дұғалары бар. Ең болмағанда негізгілерін адам баласы жаттап алса, шынымен де адамның дүниесіне де, ахиретіне де оның пайдасы өте көп екен де. Осы жерде бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір дұғасы есіме түсіп жатыр. Бұны ғалымдар негізі әмбебап дұға деп айтқанда, универсал дұға, бұл дүниеде де бұны айтып жүрген адам бақытты болады, ахиретте де бақытты болады деген бір дұғасы бар. Муслимнің сахихында келеді. Абдулла ибн Мас'уд осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осылай айтқанын еститінен әрқашан деп айтады. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-туқа вал-ғафафа вал-ғина деген дұғасы. Сонда ғалымдар осы төрт нәрсені айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді. Аллахым, маған тура жол, тура жолды нәсіп ет. Және тақуалық нәсіп ет. Тақуалық деп енді арғай шарықтай береді ғой.
тақуалық, яғни Алла Тағаладан ғана абайлау, Алла Тағаладан ғана қорқу. Аллахумма инни ас'алука худа ва туқо, яғни тақуалық. Тақуалықты, яғни Алла Тағаладан сұрап алатын болса, кімде-кім, демек ол адам Алла Тағаланың жаратқандарының ешқайсынан қорықпайды, Алла Тағаладан ғана абайлап, оның ғана айтқанын істеп, ол бұйырған нәрселердің барлығында өзін әдепті көрсете алады екен. Сосын уәл ғафафа уәл ғина дейді. Және маған ұстамдылықты бер, және байлық бер деген сөз ғой енді. Сол ұстамдылық деген жаңағы Аллах Тағаланың бұйырғандары мен тыйымдарында мен ұстамды болайын. Ал байлық өзінен басқа ешкімге мұқтаж етпес деген мағынадағы. Осы 4 сипат кімде болса, ол дүниедегі мақсаттарына да, ақиреттегі жетістіктеріне де жетеді. Сондықтан ол дүниенің де ақиреттің де бақытына жететін адам деп есептеген екен ғалымдар. Осы дұғаны да әрдайым айтып жүретін болса, кімде-кім, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйреткен дұға болғандықтан, бұда бүкіл жаңағы дүниелік үлкен жақсылықтар, ақиреттің жақсылықтары қамтылған деп есептеген екен. Шынымен де мынау хадисте келген, ең алдымен Алланың сөзінде келген дұғалардың мән мағынасы өте ерекше ғой енді. Жалпы енді мысалы енді әдебиетте бізде жалпы өлеңнің ұйқасын, буынын қараған кезде Абайдың өлеңдерін негізге алып отырады ғой. Сол сияқты шариғатта кез келген нәрсе ол түп тамыры Құраннан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен бастау алады. Шынымен де мысалы енді қарапайым біз күнделікті кез келген мұсылман жатқа білетін шығар деп ойлаймыз енді. Роббана атина фид дуния хасана деп келген дұға. Раббым, маған дүниеде жақсылық бер. Ва фил ахирати хасана. Ақиретте жақсылық бер. Уақина азабан нар. Тозақ отынан сақта деп келетін дұғада. Не деген мағына? Дүниенің жақсылығын, ақиреттің жақсылығын, тозақ отынан біз сақта деп тұрған қарайтын болсақ, былайша айтқан кезде дүниені бір рет сұрады, бірақ ақиреттің жағдайын тағы да уайымдау деп екі мәселе ақиретті қамтып тұр екен де. Және дұғаның реттілігін, мысалы, дұғаны қалай сұраймыз? Мысалға, дұғаның әдебінде ең бірінші біздер Алла Тағалаға мақтау айтумен бастаймыз, жаратушымызға, иә. Одан кейін барып ардақты пайғамбарымызға салауат айтамыз. Одан кейін барып өзімізден бастап тілейміз. Одан кейін барып адам өзіне деген ең жақындарына бастап тілейді екен де. Одан кейін жалпы көпшілікке арнап тілейді. Яғни бұл дұғаның әдебі. Бітірген кезде қайтадан Алла Тағалаға мақтаулар айтып, ардақты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам салауаттар айтып, осылай аяқталады екен. Мысалға, жаңада реттілік. Роббана ғфирли. Раббым, мені кешір. Вали валидайя. Менің ата-анамды кешір. Валил муъминина. Яума яқумул хисаб. Және де есеп күні барша мүміндерді кешір. Яғни бірінші өзіне тілеп тұр, екінші ең жақын болған адамдар ол ата-анасына тілеп тұр, одан кейін барып барша мүміндерге тілеп тұр. Яғни дұға ететін адам осы реттілікті сақтайтын болса, ол Құранда келген дұға етудің әдебіне сай дұға еткен болып саналады екен. Демек Аллах Тағала өзі үйреткені бойынша кімде-кім жасайтын болса, ол ең дұрыс дұға жасаған болып есептелетін болып тұр. Дұғаның қабыл болуына да әсер себеп болады да бұл нәрсе. Машалла. Әлгі сіз айтқан дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұзақ дұға жасайтын болса, міндетті түрде болады екен осы дұға, иә. Раббана атина фид дуния хасана деген. Ал қысқа ғана дұға жасайтын болса, осы дұғамен шығады екен да Раббысына. Баракалла, Алла берекесін берсін. Енді мысалға, адам бағана біз дұға жайында айтып кеттік қой. Бұл жерде дұғаның алдында жақсылық амал жасау деген сияқты. Адам жақсылық амалдарымен дұға ету деген нәрсе де бар ғой. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келеді. Енді оқиға қисса ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баяндайды ғой, 3 адам жайында. Үңгірге қамалып қалады. Үңгірге қамалғаннан кейін үңгірдің беті жабылып қалады таспенен. Сөйтіп олардың әрқайсысы дұға етейік дейді, жақсылық амалымызбен. Сөйтіп жаңағыдай әрқайсысы өзінің жақсылық амалын айтады. Сөйтіп біреу ата-анасына деген жақсылығын айтады. Олар
үйге келген кезде олар ана сүтті ішпей мен ішпейтін едім дейді ғой жаңағыдай. Бір күні келсем ұйықтап қалыпты, олар оянғанша күтіп тұрдым дейді жаңағы көрдіңіз. Осы нәрсені өзіңнің разылығың үшін істеген болсам, Раббым Алла ашылуын нәсіп ет дейді. Сонда тас кішкене жылжыды деп келеді ғой жаңағы. Екінші өзінің ұстамдылығын айтады. Жаңа ұстамдылық деп айтып жаттыңыз ғой. Яғни сондай бір ашаршылық кезде жаман ой түседі бір қыз балаға, сөйтіп оған қажетті нәпақаны береді, бірақ жаман іске барар кезде Алладан қорқып деп жібереді ғой жаңағыдай. Сонда анау Алладан қорқып ақшасында барлығын тастап жаман істен бас тартады да. Сонда Раббым Алла, осыны сенің разылығың үшін істеген болсам, онда мына тастың ашылуын нәсіп ет дейді ғой. Ал енді үшіншісі, ол мына жұмысшының ақшасын, яғни көбейтіп малын, оған бірнеше жылдан кейін береді, мынау барлығы сенікі, сенің дүниең деп табыстап жібереді осы нәрсені. Сөйтіп жаңағыдай ол дұға еткен кезде тас толығымен ашылды дейді. Яғни жақсылық амал жасаудың маңыздығын тағы көреміз осы нәрседен. Бір кезінде бір фильм шықты. Енді бұл енді хадистер 1000 жыл бұрын айтылып кеткен, бірақ ол еш уақытта өзінің маңызын, құндылығын жоғалтпайды ғой. Осы өмірде де сол айтылған дүниені біздер қолданып үйренуіміз керек екен. Осыған қатысты бір фильм шықты. Шатқал деген ғой, яғни 3 жігіт тауға барып, сол жерде құлап кетеді жаңағыдай. Сөйтіп тауға құлап кетіп, не істейміз деген кезде бір осындай хадис бар еді ғой, әрқайсымыз жақсылық амалдарымызды айтайықшы деген кезде кәдімгі өмірмен байланыстырады. Енді ана фильмді көріп отырып, өзіңіздің анау оқыған хадисіңіз еске түсіп отырады екен да. Ол тура өмірдегі біреуі баласына анау ойнайтын еді, жаңағы PlayStation дейді, соны алып бергелі отырған жерінен жаңағыдай ата-анасын бір жақсылық жасап, оларды бір сапарға жіберіп жібереді. Сол нәрсені айтады деген сияқты. Біреу бір жұмысшыны алады да үйіне жұмыс жасатып, кезінде бір ақшасын бермей жібергені бар. Соған есіне түсіп, мешітке барып уағыз тыңдайды. Мешітте уағызда жұмысшының ақшасын тері кеппей тұрып беру керек деген нәрсені естиді ғой. Сөйтіп ананы алып алады да жаңағыдай ақшаны алып іздейді, бірақ ана жұмысшыны таппайды. Сөйтіп мал алып қояды ғой анаған. Сөйтіп бірнеше жылдан тапқан алып барады, ана бірнеше малды мынау сенікі деп беріп жүреді. Сол Раббым Алла осы нәрсені сенің разылығың үшін істеген болсам, құтқаршы бізді деген сияқты тілейді ғой. Үшіншісі, бір жұмысында бір жас қыз болады. Шешесі, анасы ауырып жатады, соған жаңағыдай ақша беремін, түнде шық деп. Сөйтіп жаңа мешіттің қасында болады, ол мешіттің қасында болып, жаңа қыз шығып келе жатады, ана жігіт өзі ұйықтап кетеді. Ұйықтап кетеді, азанның даусымен оянады ғой, жаңа азан даусымен оянып қорқып кетеді. Сөйтіп ана қыз балаға ақшасын береді. Енді бұндай нәрсеге келіспе дейді. Соны еске алып, я Раббым Алла, сенің разылығың үшін істеген болсам, бізді құтқаршы деген кезде, сол жерде жаңағыдай өткізіп жүрген күзетші, мына кірген адамдардың біраз уақыт шықпаған еске алып іздеп шыққан болады, сол арада сол тауып алады да жаңа. Өте мағыналы. Былайша айтқан кезде хадисте өмірлік мысалменен түсіндіріп берілген жайт екен да жаңа. Сол сияқты осындай нәрселерде өте маңызды, адам бала жақсылық амал жасап жүруінің де ол дұғасының қабыл болуына себепші болады ғой. Яғни хадисте мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір кездегі өзінің алдындағы оқиғалар айтып кетеді. Демек ол сол кездегі оқиға ғой деп қарауға болмайды. Демек мына біздің өмірімізде де кездесіп жатады осындай оқиғалар деген сөз бар, машалла. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бір дұғаңыздың қабыл болуына себеп болатын нәрсе алдын ала жақсылық амалдар жасап, одан кейін тілесе, дұға жасаса, Раббысына қарай шықса деген сияқты. Алла Тағала Құранда әрбір пайғамбарлары туралы айтқан кезде пайғамбарлардың бір жақсылықтан кейін мынаны сұрады, оны біз қабыл еттік дегенді келтіреді екен да. Сол сияқты әрбір дұға деген шақыру болса, Раббысын шақыру болатын болса, соның алдындағы, мысалы мынандай хадисте айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кімде-кім ұйқысынан оянып кеткен кезде, осы оянып кеткен кезінде ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп, субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ла хаула ва ла қуввата илля биллахи ал-алиyyил азим, рабби ғфирли деген сөзді айтатын болса, сөйтіп ол тілек тілесе, оның тілегі міндетті түрде қабыл дейді екен. Содан кейін ол дәрет алған жоқ, тек тұрды да ұйқысынан, түнде тұрып кетіп осы сөзді айтты да тілек тіледі тек. Сосын тілегі қабыл деп уәде беріп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам.
Сосын тұрып ол барып дәрет алып келіп намаз оқыса, намазы қабыл деп тұр. Осыған байланысты ғалымдар былай деп айтады екен: сен тілек тілесең қабыл, тілек тілесең қабыл. Алдын ала бір жақсылық жасап барып Раббыңа шықсаң, мысалы біреу құрбандық шалады. Жақсылық қой енді. Құрбандық шалады да ана кісілерге береді, мұқтаж кісілерге береді да былай шығып барып өзі Раббысына қарай шығып, Раббым деп тілек тілейтін болса, ол қабыл болуына көп себеп болады. Егер құрбандық шала алмасаң, онда саған Аллах тағала мынаны да беріп тұр деп айтады екен ғалымдар. Аллах тағалаға шықсаң, ол қабыл ете береді. Бірақ әдемі түрде шығу үшін бір жақсылық жасап жіберу, немесе жақсы сөздермен шығу, жаңағы сөздерді айтып, Аллах тағаладан басқа жаратушы жоқ, ол бүкіл мүліктің иесі деген сөздермен, ол пәк, ол ұлы, одан басқа тәңір жоқ, ол өте ұлы деп сөйтіп барып шықсаң, олдан артық күш қуаттың иесі жоқ деп тұрып, Роббихфирли деген сөз айтсаң, Раббым мені кешір деп, содан кейін тілек тілесең, тілегіңнің бәрін Аллах тағала қабыл етеді. Демек, осы Аллах тағалаға шығу үшін, Аллах тағаладан сұрау үшін, дұғаға шығу үшін бір жақсылық жасап жіберудің маңызы өте зор екен. Мұқтаж болмаса да ол әдемі түрде шыққан құл болып есептеледі екен да. Сонда жаңағы дұғаңыздың қабыл болуына себеп болып жатыр ғой сол сөздер. Қасиетті Құранның бір аят еске түсіп тұр да. Закария пайғамбардың дұғасы, енді ол кісі кәрілік жасына келген кезде Алла тағаладан перзент сұрайды ғой. Робби ла тазарни фарда ва анта хайрул варисин деп келетін дұғасы бар, иә. Раббым мені жалғыз қалдырма, мирасқорлардың ең жақсысы сенсің дейді. Сөйтіп жаңағыда фастажабна лаху деп келеді ғой. Бірден дұғасын қабыл еттік, оның әйелін жасарттық. Осы нәрселерді айтқаннан кейін оның себебі негізгі вакану лана хошиин деп келеді екенде, ол бізге хушу танытушы құлдардан еді дейді ғой, олар. Яғни отбасымен Аллаға хушуқ танытушы. Сонда қараңызшы, бұл жерде хушуқ деген Алладан шынайы қорқу, махаббатпенен сонымен қатар Алланың алдында кішіпейілдігімізді сондай білдіру. Яғни ол жерде бір садақа жасау, құрбандық шалу емес, пенденің ішкі дүниесі, бойындағы тақуалығы, Аллаға деген қорқынышы, осы нәрседе де үлкен ізгілік амал, бұл да дұғаның қабыл болуына себепші болады. Осыған қатысты бір оқиға есіме түсіп тұр да, енді бір имам жігіт, біраз уақыт білемін, сөйтіп жаңада енді үйде перзент болмай жатыр. Көріп жүрміз ғой енді. Сөйтіп мен осы дұғаны бір үлкен имамнан тыңдадым да негізінде. Ол кісі өзінде біраз уақыт перзенті болмаған, сөйтіп Алладан осы дұғаны сұрайды екен де. Сөйтіп түнде түнгі намаз оқиды, сөйтіп қолын жайып Алладан 40 мәрте сұрайды екен де, кемде. Неге 40 мәрте? Өйткені өзім ойладым дейді да, мысалы перзентке қатысты Алла тағала әрқайсыларың аналарының құрсақтарында 40 күн бойы су боласыңдар, 40 күн бойы ұйыған қан боласыңдар, 40 күн бойы кесек ет боласыңдар деп. Яғни 40 деп айтқан, мен 40-тан аз сұрамайын деп 40 мәртеден сұрайын дейді да осы нәрсені. Сөйтіп шынымен де көп ұзамай әйелімнің құрсағына Алла бала бітірді дейді ғой жаңа. Кейін енді өзім имам болғаннан кейін дейді ана кісі, менен осы перзент сұрайтын дұға бар ма деп келген кісіге осы дұғаны айтам дейді да, жаңа Закарияның дұғасын. Робби ла тазарни фарда ва анта хайрул варисин. Сөйтіп шынымен де көп адамға себепші болғанын көрдім дейді да, жаңа осы нәрсені мен ана таныс имам кісіге де айттым да, осыны тілеп көрші, осы шынымен де осы дұғаның артықшылығын осылай болды, мен жаңағыдай жолдасымен тілейінші деп. Сөйтіп жаңағыда жүрген кезде бір жамағаты ол кісілерді шетелге жібереді ғой, жаңа себепші болса осылай бір қаралып келсеңіздер, осындай шетелде, осындай жерде, осындай больница деген сияқты. Сөйтіп барады, сөйтіп барып тексерілген кезде жаңағыда әйелі жүкті болып шыққан ғой Алланың қалауымен. Сөйтіп ана имам айтып жатыр да, енді ол білеміз, ана дұғаның себебімен Алла берді ғой дейді. Бірақ ана кісі де енді ақшасын беріп, жұмсап, нетіп бізге көмектесі келіп тұрғаннан кейін енді сіз себепші болдыңыз, Алла разы болсын деп ол кісіге де айтып қойдым. Бірақ жаңа дұғаның себебі дейді да, ол нәрсе қарайтын болсақ. Осындай өмірлік мысалдар өте көп та, жаңа шынымен де сол үшін жақсылық амал жасағаннан кейін Алла тағаладан қайта жаңағыдай сұрау. Және де дұғаның үлкен бір әдебі удғуллаху ва антум муқинуна бил иджаба дейді ғой. Алла тағаладан дұға етіңдер, және де Алла тағаланың
беретіндігіне толықтай сенімді күйде сұраңдар дейді екен да. Жаңағыдай алла тағала бере ме бермей ме, қабыл етуі мүмкін, қабыл етпеуі мүмкін деген нәрсе дұғада жарамайды. Дұғада тікелей алладан сұрап тұрғандай, алла тағала иншалла осы нәрсені береді деген сеніммен. Өйткені хадисте де бар ғой, пенде сұраса міндетті түрде үшеуінің біреуі беріледі дейді. Ол үшеуіне бірінші алла тағала оның сұрағанын береді, немесе алла тағала ол адамды сол дұғасы себепті бір бәлекеттен сақтайды. Немесе үшінші дұғаның қияметте сауабын береді екен да. Жаңағыдай ол сауабы да әшейін бір сауап емес. Өйткені ғалымдар айтады екен ғой, егер де пенде бұл өмірде қабыл болмай қалған дұғасының қияметте берілетіндігін сауабын білсе дейді, бұл өмірде ешқандай да дұғам қабыл болмаса екен деп тілейді дейді ғой. Қараңызшы. Енді азиз имам, өзіңізге бір сұрақ. Жалпы енді дұғалар көп қой. Құранның дұғаларын айтып жатырмыз, хадистегі дұғаларды айтып жатырмыз. Жалпы өзіңіздің өмірде жиі айтып жүретін үш дұғаңыз, көбірек мән беретін сол дұғалардың ішінде? Енді жаңа айтқанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым айтады осы дұғаны дегеннен кейін бізге ең жақыны Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан-нар. Әрқашан осы дұғаны намаздарымыздан кейін тағы басқа айтып жүреміз осы дұғаны. Одан кейін маған енді Аллах тағала өзі құлдарынан жақсы көретін амалдарының бірі, өзіне ешқандай серік қоспай құлшылық етуден кейін ата-анаға жақсылық жасауды бұйырады ғой. Сол ата-ана үшін жақсылық жасау әркімнің қолынан келеді ғой негізі, тырысса. Ал дүниеден өтіп кетсе не болады? Дүниеде бар болса да, өмірден өтіп кеткен болса да, олар үшін ең бір жеңіл жолы, тегін жолы деп айтсақ та болады, ол Аллах тағала үйреткендей дұға ету екен. Сол мен бір әрқашан тастамайтын дұғаларымның бірі сол ата-ана үшін. Роббирхамхума кама роббаяни сағира деп келеді ғой. Раббым, олар мені кішкентайымда қалай мәпелеген болса, сен де олар солай мейірімге бөлей көр деген. Бұл енді барлығын қамтитын, тіпті ата-ананың күнәларын кешіріп жіберетін, оларды рахымына бөлеп жіберетін, оларды риза қылатын дұға болып тұр ғой, бұл Құранда келгендіктен. Сол дұға маған қатты ұнайды негізі, қатты көп айтып жүретін дұғаларымның бірі. Одан кейінгі жаңағы әрқашан айтып жүретін дұғаларым жаңағы әмбебап дұға дедік қой. Сол дұғаны мен көбінесе айтқым келетін дұға. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-туқа вал-ғафафа вал-ғина. Одан кейін жаңа Аллахумма инни ас'алука ғилман нафиған ва ризқан тайибан ва амалан мутақаббала. Осы дұғаларды қатты жақсы көремін. Мына Аллах тағаладан енді Құранда үйреткен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйреткен дұғалардың барлығы жақсы ғой негізі. Барлығы кең көлемде, енді әрқашан таңертең кешкі дұғаларының ішінде үйреткен дұғалардың бәрін тастамауға тырысамыз иншалла. Қазақта енді бір қырықтың бірі қыдыр дейді ғой. Бұл сөзді енді әртүрлі мағынада түсінсе болады. Бір жағынан адамдардың арасында шынымен бір дұғасы қабыл болатын пенделер болады ғой. Оны біз білмейміз де, яғни ол сондай адам болып қалуы мүмкін. Бұрын мысалға қарасақ, билер болсын, батырлар болсын, ақындар болсын, кішкентай кезінде пәленшеден барып батасын алыпты дейтін нәрсе өте көп. Пәленше биден барып бата алыпты, пәленше ақсақалдан бата алыпты деген сияқты нәрсе. Бір жағынан бұл өте үлкен біздің дәстүрлеріміздің бірі. Қазір де бұл нәрсені ұмытпау керек. Яғни осындай бір аузында дұғасы бар, 5 уақыт намазы бар, әрдайым бір елге, халыққа жақсылық тілеп жүретін адамдардан жаңағыдай кішкентай біздің тәрбиелеп отырған балаларымызды алып барып бата беріп беріңізші. Батаның ар жағында ол дұға жатыр ғой, жаңағыдай. Бата деген сөздің өзі алға қарасақ, фатиха деген сөзден шыққан. Фатиха ол дұғаның үлкен бір ұлысы. Сол сияқты жаңағыдай өзіміздің ата-ананың баласы үшін мысалға тілеген дұғасы қабыл деп хадисте келеді, жаңағыдай. Яғни де сапарда болған адамның дұғасы қабыл. Сапарда болсақ әрдайым дұға етіп жүрейік, жаңағыдай өзіміз үшін, отбасымыз үшін, халқымыз, еліміз үшін деген сияқты нәрсе. Одан үшінші
зұлымдық көрген адамның, иә, жаңағыдай. Бұл бір жағынан біреуге зұлымдық жасама деген мағынада айтылып тұр ғой. Өйткені біреуге зұлымдық жасадың, ол дұға етіп саған бір қарғыс айтып жүретін болса, ол мен Аллада ешқандай бөгет жоқ екен да. Ол мұсылман болмаса да, иә, қабыл болып кетеді ол нәрсе. Сол нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айта отырып, адамдарды зұлымдықтан былайша айтқан кезде сақтандырған екен да. Енді мынандай бір нәрсе, дұға деп айтамыз, зікір деп айтамыз, истиғфар деп айтамыз. Жалпы мынау дұға еткен кезде бұл зікір, салауат, истиғфарлардың да пайдасы өте үлкен ғой. Мысалға, Алла тағала зікір етушіге дұға етушіден де артық береді деп айтады екен да. Қараңыз. Осылай құдси хадис бар екен, осындай. Енді мынау қараңыз, истиғфар деген нәрсе, Алла тағаладан кешірім тілеу. Бұл да пенденің дұғасының қабыл болуына себепші болды ғой, сондай. Жалпы истиғфар Алла тағаладан әрдайым кешірім сұрап жүрген құлының Аллах тағала дұғасын қабыл ететіндігі туралы хабарлар көп. Истиғфардың өзі дұға болып тұр ғой, өйткені Алла тағаладан кешірім сұрап отырмыз ғой біз. Сонда Алла тағаладан әрдайым пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы пайдалы болғандықтан үйретті деп айтады екен да ғалымдар. Өзі мен күніне 100-ден аса кешірім сұраймын деп айтуы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бір сөзінде 70-тен аса, бір сөзінде 100 рет кешірім сұраймын мен деуі. Сосын жаңағы кейбір мәжілістерде, жиналыстарда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Алла тағаладан кешірім сұраған, санаған кезінде 100-ден асып еді деген де хабарлар бар екен да. Демек, ол истиғфардың пайдасы. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі үйретіп кеткен кезінде истиғфардың, кешірім сұраудың мырзасы деп үйретіп кеткен кешірім сұраудың бір түрі бар. Ол сөзді таңертең 3 рет, кешке 3 рет қана айтып қалсаңыз, онда сол күні кімде-кім дүниеден өткен болса, анадан жаңа туған кезіндегі қандай таза болса, солай өмірден өтетіндігі туралы хабар да бар. Пайдасы тек 3-ақ рет айтсаңыз, жаңағы сөз саyyidul истиғфар дейді. Истиғфардың мырзасы саyyidul истиғфар. Сол сияқты күні бойы сіз адам негізі кешірім сұрап жүретін болса, ол адамның дұғасының бәрінің қабыл болатындығы туралы хабарлар көп. Үлкен ғалымдардың арасында да осындай бір оқиғаларды көп айтады ғой. Имам Ахмадтың оқиғасы бар ғой. Имам Ахмадтың оқиғасы түрін сол кезде ешкім танымайды. Жалпы аты сол кездегі мұсылмандардың арасында үлкен ғалым ретінде аты тараған. Сол имам Ахмад енді хадис жинау мақсатында көп білім жүрді ғой көп. Сол бір мешітке келіп қонауға рұқсат сұраған кезінде имам рұқсат берген дейді. Сосын кіріп, бірақ мынау төрге емес, есіктің жанына жатуды айтқан екен. Сол жерде жатқан кезде имам кетіп қалғаннан кейін сол мешіттің күзетшісі келіп, сіз енді бұл жерге жатпайсыз деген сөзді айтады ғой. Болмайды, мынау жабуымыз керек деп. Сосын мен айналып келген кезде, осы жерде болатын болсаңыз, мен онда сізді аяғыңызды сүйреп шығаруға тура келеді дейді. Сосын сондай жасай қоймайтын шығар деген шығар, енді сол айналып келген кезде әлі сол орында болған дейді. Сонда аяғынан ұстап алып шыққан дейді. Танымағаннан кейін сондай неге барады ғой енді. Шейін жүрген біреу шығар деп ойлаған шығар. Сөйтіп жолдың арғы бетіне шейін апарып қойып кеткен дейді. Соны наубайхана бар екен жанында, сол наубайхананың ішінде отырған нан пісіруші кісі бірден жылы ғой іші енді. Дала салқын болса керек, жаурап отқанын көріп, имам Ахмадты ішіне кіргізіп, жылындырып, кішкене отырғызып қойған екен. Сонда имам Ахмад әлгі кісіге бақылап отырған кезінде жаңағы истиғфарды тоқтатпайды екен дейді әлгі кісі. Сонда жаңағы имам Ахмад сұраған дейді, сен мына сөзді айтудан шаршамайсың ба деп. Сонда жаңағы наубайханашы әуелгі кездерде қиындау болды маған. Қазір үйреніп кеттім. Мынау демалу бар ғой, адамның демалуы. Маған сол сияқты қазір деген екен да, истиғфар айту демалу сияқты. Ешқандай қиындық жоқ. Бірақ осыған әдеттеніп кеттім. Енді оның берекесін көріп жатсың ба? Оның осы айтып жатқан, тоқтамай айтып жатқан сөзінің берекесі бар ма? Көріп жатсың ба оны деген кезде? Әрине дейді. Қандай тілек тілеймін, қайтарылмайды. Тез сол арада қабыл болады дейді.
Бәрі ма дейді, бәрі. Тек қана бір имам Ахмад деген кісіні білесіз ғой, бәрі біледі оны. Сол кісіні тірі кезімде бір рет көрейші Раббым деп жүрмін, бірақ оны сол қана кешігіп жатыр дейді. Сонда имам Ахмад көзіне жас алып, Аллах Тағала алдыңа сүйреп әкеліп тастады сенің дұғаңмен, осының берекетімен деп, жаңағы қабыл болған сенің бұл дұғаңда деп айтқан дейді. Жалпы сол сияқты Аллах Тағала өзінен сұрай берген құлын сүйеді. Және екінші хабарда өзінен сұрағаннан да артық береді, өзін еске алған құлын дейді. Сонда жаңағы ғалымдар Құранмен айналысқан, немесе истихфармен айналысқан, және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтқан құлдарын құр қалдырмайды екен. Дүниенің өзіндегі жаңағы қажеттіліктерін, ақиреттік қажеттіліктерін өтейді екен. Оған байланысты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан да салауат туралы айтып келген кезінде, мен бүкіл дұғамның бәрін сізге арнасам болатын шығар онда деп айтады ғой бір сахабасы келіп. Сонда сен байдың ғой дейді ғой, дүниелік те ақиреттік те жағдайыңды шештің онда деген мағынада айтқан екен да. Алла береке берсін, азиман. Алла осы бүгінгі отырысымызды пайдалы етсін. Енді дұға туралы біз де көрермен де жақсы мағлұмат алды деп ойлаймыз. Алла Тағала жасап жатқан дұғаларымызды қабыл етсін, халқымызға амандық, жұртымызға береке, тыныштығын нәсіп етсін. Келесі біздің подкасттарда көріскенше сау сәлеметте, амандықта болуды нәсіп етсін.